Дистилденген судың құрамында жаңбыр суының құрамындағыдай еріген тұздар болмайды. Өзен суы тұздың белгілі бір мөлшермен, ал сталактиттен тамған тамшылардан жиналған су магний мен кальций иондарының жоғары концентрациясымен сипатталады. Жүргізілген тәжірибеде әртүрлі тұз құрамымен сипатталатын су үлгілеріндегі сабынның қасиеттері салыстырылған. Тұздың болуы көпіршіктің түзілуіне кері әсер етеді. Құрамындағы кальций және магний тұздарының концентрациясы жоғары су көпіршік түзу үшін көп сабынды қажет етеді. Мұндай су кермек су деп аталады. Және керісінше, сабын жақсы көпіршіктенетін құрамындағы тұздардың концентрациясы төмен су, жұмсақ су деп аталады. Судың кермектігі тұздармен ерімейтін ыдыс қабырғаларында тұнатын қосылыстар түзетін кальций және магний иондарының болуымен түсіндіріледі. Судың уақытша кермектігіне кальций мен магний гидрокарбонаттары жауапты. Уақытша сөзі жұмсақ су алу үшін кермек суды қайнату ғана жеткілікті екендігін білдіреді. Қайнау кезінде гидрокарбонаттар ерімейтін кальций мен магний карбонаттарына айналады. Бұл тұздар ыдыс қабырғаларында қақ түрінде тұнады. Судың тұрақты кермектігі оның құрамында еріген кальций мен магний сульфаттарының болуымен байланысты. Олар суды қайнату арқылы жойылмайды. Кермек суды жұмсартудың бір тәсілі дистилдеу болып табылады. Бірақ бұл айтарлықтай қымбат процесс және тек зертханаларда жүргізіледі. Басқа тәсіл бойынша су ертіндісінен кальций мен магний иондарын тұндыру қажет. Ол үшін натрий карбонатын немесе натрий фосфатын қолдануға болады. Натрий карбонатының қосылуы ерімейтін кальций және магний карбонаттарының тұнбаларының түзілуіне алып келеді. Дәл осылайша натрий фосфаты қосылғанда тұнба ретінде ерімейтін магний және кальций фосфаттары түзіледі. Натрий карбонаты мен натрий фосфаты уақытша кермектікті де жояды. Кермектікті жоюдың ең тиімді тәсілі ион алмасу құрылғыларының көмегімен иондарды жою болып саналады. Құрылғы ион алмасу шайыры ретінде белгілі полимердің түйіршіктермен толтырылған ыдыстардан тұрады. Шайыр судағы кальций және магний иондармен байланысып, оларды кермектікті тудырмайтын натрий иондармен алмастырады. Кермек су ион алмасу құрылғысының бағаны арқылы өткен кезде кальций мен магний иондары шайырда қалып қояды, ал натрий иондары суда ериді. Судың кермектігі жергілікті және өндірістік қолданыста маңызды рөл атқарады. Өте кермек судың әсерінен су құбырларында қақ түзіледі. Қақ құбырды біртіндеп бітейді, қыздырғыш құрылғылар мен жылу қондырғыларының тиімділігін төмендетеді. Алайда құрамында еріген минералды тұздары бар суды ішу пайдалы, себебі ол адам ағзасын қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етеді.